Қайырлы күн, құрметті қонақтар, қымбатты ата-аналар. Армысыздар, ұстаздар мен оқушылар. Рухани жаңғыру аясында ел жүрегі Астана қаласының 20 жылғы қарсаңында өткізгелі отырған Қош бол алтын ұя мектебі атты салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Соңғы қоңырау салтанатына 2018 жылғы мектеп түлектерінің соңғы қоңырау салтанатына қош келдіңіздер. Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстан халқына жолдаған болашаққа бағдар рухани жаңғыруында айтылғандай, болашақта жаһандық картада ешкімге ұқсамайтын ұлт болатынымызға қуаныштымын. Еліміз жаңғырып жаңара берсін, тәуелсіздігіміз мәңгілік болсын. Биылғы жылғы тілектеріміз Қазақстан өркендеуіне ерекше үлес қосатынына сенемін. Армысыздар жиналған мектеппен қоштасқалы тұр. Бұл күн мектеп тарихында мектеп бітіруші түлектердің есінде мәңгі өшпейтін күн. Түлектердің көшін 11-ші А сыныбы және 1-ші санатты жыл бойы сынып жетекшілік міндетін абыроймен атқарып келген Рахимжанова Әсем Жұмагуловна бастап келеді. Сыныпты 11 оқушы аяқтағалы отыр. Маратов Нұрбек Шалқарылы жаһандағы заманауи қазақстандық мәдениет облыстық шығармашылық конкурсына видеопроект номинациясы бойынша 2-ші орын. Марат Айдана Маратқызы 5-ші республикалық ястауи пәндік олимпиадасының 25% жеңілдік иегері. Қазбеков Диас Рымбекұлы болашақ 3-ші орын иегері, жеңілдік 25%. Бауыржан қызы Мөлдір 5-ші республикалық ястауи пәндік олимпиадасының 3-ші орын жүлдегері. Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің грант иегері. Нұрлан Диана Серікқызы Дарабоз оқу орталығының ұйымдастыруымен өткен Алаш орта конкурсына қатысып 3-ші орын иегері. Қалиақбар Айгерім республикалық олимпиаданың дарынды балалар бақытты ғасыр кепілі физика пәнінің 2-ші орын иегері. Талғат Мәдениет Ақтоты Талғатқызы Махамбет оқулары 2017 3-ші орын иегері. Ашыра Абыкенов Әсет Алтайұлы облыстық кескәуендер сайысында 1-ші орын, облыстық дзюдо сайысында 1-ші орын иегері. Мамбетова Айым Мадияровна Қазақстан тәуелсіздікке 25 жыл шығармашылық 5-ші облыстық конкурсында 3-ші орын иегері. Дүйсенбаев Нұрлыхан Рүстемұлы Қазақстан тәуелсіздікке 25 жыл шығармашылық конкурсында 1-ші орын иегері. Андасова Аяна Қалдыбекқызы қалалық спорт жарыстарына қатысып, мектепшілік іс-шараларға белсене қатысып жүрген талантты жастар. Тастаев Ғамзат Серікұлы қала мектептері арасында туған өлкемнің бояуы байқауының 3-ші орын иегері. Әліпбаева Мадина Мартбекқызы ПММУ 2017 олимпиадасына қатысушы. Нұрекелева Мадина Саятовна Абай оқулар 2017 байқауының 3-ші орын иегері. Орынбай Әйгерім Сымбатқызы Абай оқулары 2017 байқауының 1-ші орын иегері. Бекмағамбетова Арайлым Айдархановна Жандық классика қалалық мәнерлеп оқу сайысында 3-ші орын иегері. Райхан Тамирис Жанатқызы Дарын республикалық ғылыми практикалық орталығы Ақтоты интеллектуалдық марафонда 3-ші орын иегері. Әбілқас Гүлдера Ерғасықызы 2-ші қалалық асыл сөз байқауының жеңімпазы. Жакубова Зарина Әскербекқызы Айку интеллектуал дамыту орталығының көркем жазу атты білімдер. Зеріңдер, зу тұрыңдар. Қазақстан Республикасының тілегімізді білдіру үшін ортаға шақырамыз. Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар, құрметті ұстаздар, оқушылар. Бүгін міне оқу жылын аяқтап, үлкен өмірге қадам басып отыр жас түлектер. Осы жас түлектерге мен 3 тілек айтамын. Бірінші тілек, елбасымыз
Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев айтқандай, үш тілді еркін меңгеріп, рухани, бай, білімді азамат бола беріңдер. Екінші тілегім, осы өмірге әкеліп, осы күнге дейін жеткізген ата-аналарыңа үлкен құрметпен қараңдар. Және осы уақытқа дейін білім нәрімен сусындатқан мұғалімдерге құрметпен қараңдар. Үшінші, сендер осы Алаш арысы, ұлт көшбасшысы Әлихан Бөкейхановтың мектебінен түлеп шыққалы тұрсыңдар. Сондықтан алдағы уақытта кез келген жерде осы мектебіміздің даңқын шығарып, еліміздің даңқын шығарып, әрқашан биіктен көріне беріңдер. Енді тағы бір тілек, алдарында үлкен бір сын тұр, ұлттық бірыңғай тестілеуден абыроймен өтіп, білікті маман иесі болуларыңа тілектеспін. Жолдарың ақ болсын. Жақсы студенттік өмір тілеймін сендерге. Құрметті ата-аналар, ұстаздар, оқушылар, тағы мереке құтты болсын. 2018 жыл біздің мектебіміз үшін, жалпы қазақстандықтар үшін ерекше жыл. Өйткені әсем астанамызға 20 жыл. Ерке есіл жағасында бой көтерген ерекше сәулетті болашақтың қаласы, еліміздің жүрегі Астана мәңгі көркейіп, өркендей берсін. Қазақ елінің ұлылығын ұлықтайтын астақты, айбынды, ажарлы астанамызға 20 жыл толып отыр. Барлық қарағандылықтарды мерекелерімен құттықтаймыз. 9-шы Ә сынып оқушысы Бейсенбек Аяулының орындауында Астана әні. Динара Аманжол қызына, Алтынай Қапыш қызына, Гүлбақша Төлеген қызына сөз беріледі. Сіз үшін осынау күн айшықты да айдынды, мерекелі де мерейлі, табысты да толғамды күнге айналып отыр. Өйткені сіз дәл осынау күні өзіңіздің қимас бір мекеніңізге айналған, балдәурен балалық шақтың балауса қызығын өткізген, сөйтіп бойыңызға білікті, білім мен тәлімді тәрбие жинаған мектеп анаңыздан түлеп ұшқалы тұрсыз. Осыдан санаулы ғана жылдар бұрын сіз осы мектептің қастерлі, табалдырғын жасқанада жүрексіне аттап, өзіңізге тәлім берер алғашқы ұстазыңызбен жүздесіп, білім нәріне бас қойған едіңіз. Содан бері ағын соғыдай жылжыған жылдар легі сіздің өрісіңізді кеңейтті, бойыңызды қатайтты, топшаңызды бекітті. Сіз үшін осынау қимас ұяңызда жүрген сәтте алдыңыздан күн сайын жаңалықтар легі ашылды, танымыңыз тереңдей түсті. Осыдан 11 жыл бұрын тарыдай болып мектеп табалдырығын аттаған балалар бүгін таудай болып үлкен өмірге қадам басып отырсыздар. Әр мектепте өтетін бүгінгі соңғы қоңырау мерекесі бұл мектеп тарихына енетін көңілді әрі қуанышты оқиға. Түлектер, өздеріңнің 11 жыл білім алған алтын ұялармен, ұстаздар өздерінің сүйікті шәкіртімен өмірге қанаттандырады. Сіз алдағы өміріңізде Абай атамыз айтқандай 5 нәрсеге асық, 5 нәрседен қашық бола білсеңіз ғана өзіңіздің ұстаздарыңыздың төгілген тер өтіледі деп сенемін. Ал мектептегі алғашқы жылдарын сәтті аяқтап, 1-ші сыныптан 2-ші сыныпқа бас аяқ
аяқ басқан жас бүлдіршіндер, мен барлық ақылды бол, арлы бол, ұстаздық пен айтарым сол. Құрметті менің жас түлектерім, ата-аналар, оқушылар, бүгін міне сіздердің үлкен мерекелеріңізбен құттықтаймын. Жаңа оқу жылының аяқталуымен мен өзімнің жас түлектеріме айтатыным, әрине осыдан 11 жыл бұрын Әлихан мектебінің табалдырығын қымсына аттаған бүгінгі жас шәкірттер үлкен бір белесті аяқтап, тағы да бір өмірдің үлкен сатысына аяқ басқалы тұр. Жас түлектер, мен сендерге тек қана үлкен белестер тілеймін. Сол белестерден сәтімен өтуге тілеймін. Алдағы келе жатқан ұлттық бірыңғай тест сіздерге үлкен табыс әкелсін, үлкен жоғарғы оқу орындарына түсіп, ата-аналарыңды қуантуларыңа тілектеспін. Ашық жол, күш-жігер беруге сәттілік шашуын сыйлап, мектеп бітіргелі отырған түлектердің армандарын арқалап, биіктерге жеткізу үшін мектебіміздің 1-ші сынып оқушылары келіп отыр. Ендеше балдырғандарды ортаға шақырамыз. Сенен бақыт тарайды баршамызға ол отан, сарқылмайтын қуатым, тірегімсің сен отан, мәңгі соғып тұратын жүрегімсің сен отан. Құшағында гүл атам, шығысына арайлы күл батқан қуатан. Мектеп, енді менің кез боламын, анам тілін аламын. Ұстазым дәлік айтқан миыма құйып аламын. Күннің нұры шуақты, сергітеді денемді. Құрдастарым сияқты оқушымын менің. Астанға қарашы, елімнің жас қаласы, өткен ұлы мекенбек қазағымның даласы. Ардақ далада астанам, мәртебелі бас қалам, көркейе бер күн сайын, алға қарай бас қадам. Астана қандай тамаша, көз тоймайды қараса, қандай керемет тамаша. Менде бар ғой бас қала, оның аты Астана. Астанаға қарата, жүрегім соғады тамсана, менің елім Астана. Күйінші көк шаңырақ жаңа дәуір басталды. Көп түріктің ұрпағы бақытты жолын таппай, қаңырған ел қансама, білім сақтай жаңғырған ел бақытты. Отан демес от жаққан жерімізді, отан демес өсірген елімізді, отан демес туған жер ата мекен, биік тау орман тоғай көлімізді. О туған жер, кең пейілді құшағын кеп, саған көңіл бұл құнар құшағымен. Сағынышымды қанат қып, саған қарай бала қандай, қалпынып құшағымен. Бүгін соңғы қоңырау, ел соңғы рет соғылар. Тәтті сақар тілегім, жолым болсын өне. Қырам боп көкке самғандар, атағың кетсін көп көкке, намысты туғып ұстандар. Кір кетірме мектепке, сабақтада алдамын, кілем бестік алғамын. Сендерде үлкен жігіт боп, ер жету бар арманым. Анамдай асыл мектебім, құшағы нұрлы көктебім. Ұстаздар мектептің жүрегі, ұстаздар ұлттың тірегі. Құшағы нұрлы ұрпаққа жетер ұстаз бен халықтың ұлы тірегі. Қиындықтар мойытпасын сендерді, батылдықпен асындар сан белдерді. Білімімен қуантсаңдар мектепті, жақсы іспен қуантыңдар елдерді. Алғашқы түлекте жүрегіммен ұғып ал, биылғы жылдың гранты барлығында жеңіп ал.
Оқуға барыпсысыңыз, еңбекте көп қуаныңыз, елде талай туарыз. Кемелденген маман боп, келіңіздер аман боп. Өнегелгі саналар, қамқор боп біздің әпелер. Жолдарын болсын ағалар, жолдарын болсын әпкелер. Әр тілектің мұндайда қобал жиды жүрегі. Сәттіліктің белгісі бірінші сынып тілегі. Жетекшілерімізге қол соғып қошемет көрсетейік. Бақытымның бастауы, арманымның асқары. Айгөлек, биіктегі самғайтын, қағат берер талмайтын. Айгөлек, айгөлек жастары өлек болар. Айгөлек достары жаным мұндар. Шырқайық бәріміз айгөлекті, жұлдызды болайық айгөлекті. Мың бұралған бишіміз, көмес көмешіміз. Айгөлек, өнер көзін ашқанда, талап берген жастарға. Айгөлек, айгөлек жастары өнер болар. Айгөлек достары жаным мұндар. Шырқайық бәріміз айгөлекті, жұлдызды болайық айгөлекті. Айгөлегім айгөлек, әншісі дөңгелек, әне туған кезінде бейбеліңіз дөңгелек, 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 хей! Айгөлек! Әншісі дөңгелек, әне туған кезінде бейбеліңіз дөңгелек. Айгөлек ау айгөлек, айгөлек, айдай толған кезінде. Айгөлек жастары өнер болар. Айгөлек достары жаным мұндар. Шырқайық бәріміз айгөлекті, жұлдызды болайық айгөлекті. Айгөлек жастары өнер болар. Айгөлек достары жаным мұндар. Шырқайық бәріміз айгөлекті, жұлдызды болайық айгөлекті. келген бе 11 жыл сынып үшін жанын салған сөз кезегі жетекші бапкерлік отыра шәкірттеріне арналған қимастық тілектерін білдіру үшін 11 сынып пән мұғалімдері Гүлшара Жакен қызын, Алма Өмірзақ қызын, Күміс Мұзафар қызын ортаға шақырамыз. Қонақтар, ата-аналар, оқушылар, баршаларыңызды бүгінгі міне соңғы қоңырау күнімен құттықтаймын. Сіздердің өмірлеріңізде шуақты, бақытты күндеріңіз көп болсын деймін. Ал енді 11 сынып оқушылары, мен сіздерге сенемін. Сіздерге ең басты сәттілік, ақ жол тілеймін. You are the best. Құрметті, қымбатты түлектер, сіздерді мына үлкен өмірге жолдамалға тұрсыздар. Жолдарыңыз сәтті болсын деймін. Алдарыңызда үлкен сынақ, ұлттық бірыңғай тестілеуде абыроймен атқарып, өздеріңіздің қалаған мамандықтарыңыздың иесі болыңыздар. Әрқашан жолдарыңыз ақ болсын. Сіздердің өмірлеріңізге сәтті сапар тілеймін. Әрқашан жолдарыңыз болсын. Әрқашан мектебіміздің абыройын көтеріп, біз сіздерді мақтаныш етіп жүре берейік. Ата-аналар, сіздер балаларыңыздың қызығына тоймаңыздар, сіздердің абыройларыңызды атқарсын деймін. Сәт сапар. 11 сынып түлектері, сендерге ақ жол тілеймін.
алдарында тұрған үлкен сынақтан сүрінбей өтіңдер. Мектебіміздің мақтанышы болыңдар. Енді кезек көңілі бар қызғалдақтай ашылған, көріспесе сағыныштан жүдейтін, кім бар жақын бала күнгі досына. Жан досым, өскен болсын мерейім, әрқашан жеңісіңді көрейін, сырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін, жырымызда бітпесін. Туғанды арманыма ұқсатқанмын, үлгінді көңіліме қыстатқанмын. Есімде әліппені жаттатқызып, ең алғаш қолға қалам ұстатқанмын. Ұстазым менің ұстазым, өзіңнен өткен қыз жазып, қалдырған ізің мәңгілік, жадыңда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым, білім нәрін толтырдық біз кеудеге, қателіктер болды бізден кей жерде, үйретуден жалықпаған ұстаздар, жанашырда бола білдің көп жерде, көп жерде. Қош бол енді мектебім менің, сен де оқып, сен де көтердің, қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқалмай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сен де оқып, сен де көтердің, қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқалмай қалдым келіп жеткенін. Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік, жадымызда бейнең тұрар жаңғырып, келешектен алтын нұрын сепкендей, алдымыздан арайланды таңгүлік, таңгүлік. Қош бол енді мектебім менің, сен де оқып, сен де көтердің, қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Қош бол енді мектебім менің, сен де оқып, сен де көтердің, қоштасар сәттің алтын ұяңмен, байқамай қалдым келіп жеткенін. Мектеп бітіруші түлек, мектебіміздің мақтанышы, Қарағанды қаласының білім бөлімі ұйымдастыруымен өткен жыл оқушысы 2017 байқауының 3-ші орын иегері Қадырова Сара өз шығармашылығынан сыныптастарына арнау. Қабыл алыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті қонақтар? Қалалықты бөстім ғой өзіңмен, кішкентайдан күліп ойнап көңілмен, бір сыныпта оқыған мына сендермен, бақыттымын шын ықылас жүректен. Бастап едік қолға қалам ұстап біз, бүгін міне қалдырамыз артта із. Балалықтың соңғынын естірткен, мектебім оқуға тұсау кестірткен. Ұстаздарым балам деп бізге асыққан, жетілдіріп жеткізіп бізді оқытқан, болашаққа үлкен үміт арттырған, адамдыққа ұлы жолды таптырған. Жолымыз алға деген бір бөлек, арамызда ажырамас тұр бөгет. Сол бөгет жақсылықтың нышаны, қимастықпен пайда болған құшағы. Арнаймыз
махаббатты сіздерге, сездірген жақсылықты біздерге, алда талай асулардан асатын, білім болсын, өшпестей із қосатын. Бастау алып, осы жолдан асыға, алғыс айтып бір сіздерге баршаға, білім менен достық атар ұсынған, мен сіздердей ұстаздармен мақтанам. Қош келдіңіздер, құрметті кеш қонақтары, ата-аналар, оқушылар және де аяулы да ардақты біздің ұстаздарымыз. Мінекей, бүгінгі күн біз үшін қоңырау өзінің сиқырлы да сазды әуенін ақырғы рет ән салып, бізді өмір деп аталатын үлкен дара жолға шығарып салмақ. Абай атамыз сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан дегендей, бүгінгі күн арқылы біз өзіміз үлкен өмірден орын табу үшін алғашқы қадамдарымыздың бірі деп білемін. Құрметті менің достарым, сыныптастарым, сіздерді бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Және де әр қашанда өмірдің сынақтарына төзе біліңіздер. Қадірлі ұстаздар, сіздердің бізге берген білімдеріңізді ешқашанда біз ұмытпаймыз. Сіздер де ыстық ұядан алысқа ұшып кетсек те, әр қашанда аяулы мектебімізді атына дақ келтірмей, кір келтірмеуге ант етеміз. Сіздерге зор денсаулық, отбасыларыңызға табыс және де еңбектеріңізге жеміс тілеймін. Құрметті ұстаздар, сіздерге 11-ші сынып оқушылары атынан көп рахмет! Аяулы мектебім, түлектер 11 жыл білім нәрімен сусындатқан ұстаздарын арнайды. Орындайтын 11-ші сынып оқушысы Зарина мен Арайлым. Sevim gelin ısladılar
Қашам бірәңге қылығына сия алады. Өнердің мен білмейтін қиял қанаттарын қалайша бұл өмірде сия алмадым. Алдымнан шықты бүгін қолым бұлғап, қанша жыл қиялдаған тәттармын. Мектебін ақлия жақыраған, ұстазым бұлап көстіріп бұраған. Жиналып сырға қарай қанат қақтым, жарықта жас қараным ақжол саған. Орындалсын аңсаған армандарың, арайланып атсын нұрлы таңдарың. Туған елдің көк байрағын көтеріп, биіктерден көріне бер санлағым. Ардағым деп арналады ел саған, тарланым деп тапынады жер саған. Болашақтың бар тізгіні. Қайда да шәкірттер мүшелер сиеп, қиындық басқа түссе қасындарсың. Арманында, жанында жалынам бар, жас талап ер сөзіме көңіл аудар. Бұрынғыдай күтпейді мектеп сені, бұрынғыдай соғылмас қоңыраулар. Мектеп қайта есігін ашпас енді, өмір ұстаз, ақылды ақша жөнді. Басқаша енді үйренер бар сабағын, қоңыраулар соғылар басқа шенді. Былтырғыдан басқаша биыл демек білім ақылын күйін бөлек. Сұрақ басқа оп-оңай шешілмейді, жаса қанша тентектік есірмейлі. Енді басқа жиын той киім керек, енді саған шынайы сүю керек. Мектептегі мұғалім кешірмеген, өмір қатал ол күнде кешірмейді. Даусыз ол күн есінде сақталады, жазылмаған өмірдің ақ парағы. Жаңа дастан күтеді жазуыңды, күтпейді тек сыныптың тақталары. Енді сені күтеді барлық жолдар, күтпейді тек мектептің парталары. Кездеседі дауылда, дабылда көп, дауылдама қайықпа, қабылда кеп. Білімнің кілтін тапсыру рәсімі, мектебіміздің мақтанышы, мектеп бітіруші түлегіміз Қадырова Сара және 10-шы сынып оқушысы республикалық, облыстық ғылыми жобалар байқауының бірінші орын иегері, қалалық олимпиада жүлдегері Зекенова Оралға тапсырылады. Білімге басқан жастарың, ғылымды іздерің үліп, өмірге сапар бастадық, алдымда күліп тұр үміт. Барша адам болсын оның куәгері. Білімді құйып санаңа, шәкірт болыңдар білікті, орнымызды нық басар деп тапсырамыз алтын кілтті. Аманатты ақтаймыз, мектепті үздік бітіріп, әдеп салты сақтаймыз деп уәде береміз. Біз 10-шы сынып оқушылары Әлихан бабамыздың мектебінің мәртебесін биік, тұғырын берік ұстауға ант етеміз, ант етеміз, ант етеміз. Мектептерге керемет көңіл-күй, Сәттілік. ақ жол дейміз. Сәт сапар.
Құрметті оқушылар, ата-аналар және ұстаздар, барлықтарыңызды бүгінгі 25 мамыр соңғы қоңырау мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Құрметті мектеп бітіруші түлектер, бүгін міне сіздер үшін ерекше күн. 11 жыл білім алған мектептеріңізбен бүгін қоштасып соңғы қоңырау үнін естімексіздер. Сіздер бүгін балалық өмірмен қоштасып үлкен өмір жолына қадам баспақсыздар. Сіздердің осы қадамдарыңызға сәттілік тілеймін. Ақ жол, үлкен өмір жолындағы бастаған қадамдарыңыз сәтті болсын. Алдағы тұрған үлкен сынақтардан сүрінбей өтіп, тек қана еліміздің елеулі халқымыздың қалаулы азаматтары болады деп сенім білдіреміз. Сәт-сәттар сіздерге. Қарағанды қаласы Әлихан Бөкейхан атындағы номер 76 жалпы білім беретін орта мектебінің 25 мамыр 2018 жылғы номер 360 бұйрығы. Білім алушыларды сыныптан сыныпқа көшіру, оларды аттестаттау, қорытынды аттестаттауға жіберу және оқу үздіктерін марапаттау туралы бұйрық. Қарағанды қаласы білім бөлімінің 2018 жылғы 24 сәуірдегі номер 866 бұйрығы негізінде бұйырамын. Бірінші 2018 жылы 25 мамыр номер 5 педагогикалық кеңестің шешіміне сәйкес 1-4 сыныптардың 114 оқу үздігі, 5-10 сыныптардың Мартбек Қайыркенұлына сөз кезегі беріледі. Қарағанды қаласы номер 76 Әлихан Бөкейхан атындағы жалпы білім беретін орта мектебінің 1-ші А сыныбын 2018 жылы бітірген Аринова Аяжан Дәулетбек қызы үздік оқыған үшін марапатталады. Бекзат қызы Малика. Инаят Назилке Ерболат қызы. Аманбекова Алина Тойбек қызы 1-ші А сыныбы. Армиев Арғын Абылайұлы. Бекмағамбет Медет Азаматұлы. Ержан Інжі Нұрған қызы. Шакен Мадина Ерлан қызы. Жүнісбекова Мөлдір Ерзат қызы. Хайдар Аяжан Жандос қызы. 1-ші Б сыныбы Камерова Алия Канатовна. Тулимбетова Индира Кутадировна. Кайролла Султан Саятова. Оразбек Әмір Ерланұлы. 1-ші В сыныбы Асылжан Рахман Рымханұлы. Мәулен Әли Даниярұлы. Рысбекова Наргиза Армановна. Сагадиева Жансая Келбетовна. Серікбай Алдияр Қайратұлы. Бірінші К сыныбы Абетова Алиша Азамат қызы. Бейімбетов Нұрсұлтан Ингельзович. Манат Нұрасыл Нұржанұлы. Нұрғали Нұрасыл Нұрғалиұлы. Базарбаев Арыжан Тілеуқабыловна. Ерназар қызы Алима.
Мөлдір Айболатқызы. Кеңесбек Жанызды Ерқанатқызы. Сегізінші әзір Танисбаев Триожан Ерканатович. Карибаева Ұлжалғас Базарбаевна. Сегізінші Веснов. Игнятова Артема Мұхтарқызы. Сегізінші азғыр оқушысы Бауыржан қызы Сәуле. Алихан Бөкейханов атындағы нөмір 76 мектебінің 8-ші В сынып оқушысы Парахатов Кемел марапатталады. Басшысы Иманғалиев. Сәтті Бәділ марапатталады. Тұқталға Айжан марапатталады. Ильятова Арайлы марапатталады. Садырып Жандық марапатталады. Сарыарқа дарыны аймақтық ғылыми практикалық орталығынан алғыс хат. Қарағанды облысы Жасылан ұйымының руханият бағыты жетекшісі Оңғал Бекмұрат қоғамдық жұмыста ерекше белсенділігі үшін марапатталады. Директор Сыздықов. Қарағанды облысының білім басқармасынан алғыс хат. Қарағанды қаласының Алихан Бөкейханов атындағы нөмір 76 мектебінің Жасылан ұйымы жасаға марапатталады. Басшысы Иманғалиев. Ұстаздар, ата-оқушылар, мынау бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Мынау қасиетті Рамазан айына сәйкес келіп отыр. Мынау айтылып жатқан жақсы тілектердің барлығы Алла тағаланың құлағына шалынсын. Мынау біздің мектебіміздің қасиетті 7 санына басылатын мектебіміздің басшысы айтқандай, мен де 3 тілегім келіп тұр. Бірінші тілегім мынау ұстаздарымызға, бала шағамызды өсіріп, өздерінің ақылдарын айтып, күндіз түні еңбек еткен ұстаздарға рахметімізді айтқым келеді. Ата-аналардың мен қазақ қыздарына қайран қалам, жанары жаны жаздай жайраңдаған, іздесе елдің көркі деген сөзді апысыз қалай айтқан қайран бабам. Өмірінің өзегі қоңырау үні. Қоңырау мектеп өміріндегі құлаққа жағымды, шәкірт жүрегінде сақталатын ұмытылмас үн. Бүгінгі соңғы қоңырау үні баршаңызға ерекше, себебі тілектер үшін соңғы қоңырау үні. Гүлдерге толы омырау, түлектер тойын тойлайды. Қағылмақ соңғы қоңырау, қаққызбай өмір қоймайды. Соңғы қоңырау соғу рәсімі 11-ші сынып оқушыларымен бірге 1-ші сынып оқушыларына тапсырылады. Қоңырау, ең соңғы рет соғылар, сәтті сапар жиымыз, жолым болсын үнемі. Қарлығашта тілегім, жүрегімен ұғып ал. Барлығында билғыздың грантын барлығында жер бал.
Саңғырла соңғы қоңырау, тілегің болсын тілекке, күйлерінің күш берсін үлпілдеп тұрған жүрекке. Қырандай саңғылған түлектерім, орындалсын өмірде тілектерің. Үніменен соңғы естіген қоңыраудың, дірілдейді-ау ерекше жүректерім. Қанатын қағар ақ жолдан, болыңдар сендер жаңа ұрпақ, жарқыраңдар көпті, гүлдерге толды қолдарың, шаттықтан тіпті ескекті, сәт сапар болсын жолдарың. Сонда сілел ел жұртыңның нұрлыны, сонда жеңер мұны өмірдің шындығы. Әуелетіп аспанға шарашырдық, ол бірлігің мәңгі бірлік символы. Мектеп түзеліңдер, түзу тұрыңдар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы шығарылсын.
Өтуден жалықпаған ұстаздар Жанашырда бола білдің көп жерде Қош бол енді мектебім менің Сенде оқы, сенде көктегім Қоштасар сәттің алтын ояңмен Байқамай қалдым келіп жеткені Қош бол енді мектебім менің Сенде оқы, сенде көктегім Қоштасар сәттің байқамай қалдым келіп жеткені Ұмытпаймыз біз сіздерді мәңгілік Жадымызда енем тарап жаңғырып Келешектің алтын нұрын сепкенде демалысты жақсы өткізіп, келесі оқу жолына амандықпен жолыққанша сау саламатта болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қош сау болыңыздар. Келіп жеткені қош бол енді